Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бала кездегі кексті пісіреміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майға қантты қосып, қанты ерігенше араластырамыз. Кейін үстіне жұмыртқа қосып, массамыз біркелкі болғанша миксерлейміз. Енді мейізге жылы су құйып 5-10 минут қоямыз. Уақыт өткен соң суын төгіп, қағаз сүлгімен құрғатамыз. Үстіне ұн салып араластырамыз. Сонда мейіз кекстің бір жерінде тығыздалмай бөлек-бөлек жатады. Қалған ұнға қопсытқышты қосып, сұйық массамызға қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді мейізді саламыз. Кекстің ыдысына қамырды салып, қызып тұрған пеште 160 градуста 1 сағаттай пісіреміз. Дайын болған соң, бөлме температурасында суытып, үстіне қант ұнтағын себеміз. Осымен кекс дайын. Дәмі сол бала кездегі кекстің дәміндей. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.